Осы екеуін ұмытпа, сенің үстіңнен күлгендерге ренжімей-ақ қой, және өзгенің көз жасына ешқашан күлме. Ақмақтың шыға алмай жүрген жеріне ақылды басын тықпайды. Баспен жұмыс істемегеннің қалтасы жұқа болады. Өмір күрес. Еврей сұрақ қоярдан бұрын өзі жауап береді. Бәрі уақытқа қарайды, ал уақыт ешкімді күтіп отырмайды. Байлығыңды тірі күніңде бөліс, сонда сенің өліміңді ешкім күтпейді. Әлем адамдардың көптігінен емес, азғындардың көптігінен құриды. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді одан төмен санау деген сөз. Біз Алланы күнәларымызбен, ал адамдарды жеткен жетістіктерімізбен ренжітеміз. Сізді ұнатпайтын жерге анда-санда барыңыз, ал жек көретін жерге мүлдем аяқ баспаңыз. Жақсы адамдарды ақмаққа теңеп, әлсіздікке балайтын заман болды. Ұл бала үйленіп, некеге қол қойған күн-ақ ата-анасымен айырылысып кетеді. Егер өз мүмкіндіктеріңді өзің пайдаланбасаң, оны өзгелер қолданады. Адамдарға қандай көзқараспен қарасаң, олар сенің көзқарасыңдағы адамдар болып көрінеді. Кейде ең үлкен даналық не болса соны сөйлемеу болып табылады. Адамды жақыннан танығыңыз келсе, онымен бір үйде өмір сүріп көріңіз. Досыңнан құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Ешқашан мына үш нәрсеге күлмеңіз: анаңызға, әйеліңізге және туған отаныңызға. Өмір күрес. Егер махаббат бітсе, демек ол басталып та үлгермеген. Неғұрлым үлкен үміт арттым, соғұрлым көңілім қалды. Әттең, әйелдер аз сөйлегенде, еркектер көп нәрсе бітірер еді. Жанжал үстіндегі ері мен әйелінің арасына түсіп нең бар? Бәрібір саған ешкім алғыс айтпайды. Ақыр соңында бәріне сен кінәлі болып шығасың. Нағыз бейшаралық, аузың айтқанды құлағың естпеу. Ақылдылар ақылын жария етпейді, ал ақымақ өзін ақылдымын деп жарияға жар салады. Жаман әйел бұршақ секілді, бұршақ жауса үйге қашасың, қатының жаман болса үйден қашасың. Өзінде жоқ жомарт келеді. Ақмақты жұмсасаң, өзің 2 рет барарсың. Көп ұйықтағанның күні қысқа. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды көрінеді. Шарап іштің, сырыңды білдірдің. Ақмақпен әңгіме айтып отырған данышпанды көрсеңіз, біліңіз, демек сіздің көргеніңіз 2 ақмақ. Әділ адамның жолының болуы өте сирек.
Алыстан қарағанда адамдардың барлығы жақсы. Өтірікші болғаннан гөрі білмеймін дегенің артық. Қателестім дегенше ақылымды толықтырдым дей бер. Әлемде тыныштық болуы үшін өтірік айтуға да болады. Кәріліктен емес, жалғыздықтан қорқ. Кейде адамдар өзін аяққа тұрғызғандарды ұмытып, олардың басына шыға бастайды. Жел соққанда бәрінен де қоқыс жоғары ұшады. Қол беруін тоқтатса, ауыз алғыс айтуын доғарады. Данышпандар ақымақтарға алғыс айтсын, олар болмағанда ешкім даналарды білместе еді. Баласы жоқтар балаларды жақсы тәрбиелейді. Адамдардың бәрі өзінің деңгейіне қарап, өзгелерді сынайды. Махаббат қанша тәтті болғанымен, одан компот қайнатып іше алмайсың. Өмірде ең сенімді түрде өлімді ғана айта аласың, себебі ол хақ. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Жастық шағыңда алған білімің, қартайған шағыңда даналыққа жетелейді. Тоқ ит егесін тыңдамайды. Үй алатын болсаң, алдымен көршілерің жайлы сұрастыр. Жақсылық ұзақ есте қалады, ал жамандық одан да ұзақ. Біреу қателессе, жұрттың бәрі ақылды болады. Ақылдыдан сұрама, білгеннен сұра. Ақылды өмір сүру үшін тамақ жесе, ақымақ тамақ жеу үшін өмір сүреді. Өмірде адамға мына 3 нәрсе ауадай қажет. Шыдамды бол, тілің тәтті болсын, сыр сақтай біл.